құрметті көрермендер. Бүгін өте қуанышты күн. Бүгін настроение вообще огонь. Біздің Қабдолный шоудың класстастың қызы дүниеге келді. Өте бақыттымыз, көңіл-күй өте тамаша. Барша достар жиналып шығарып алайын деп жатырмыз қызымызды. Ары қарай көреміз. Ал Қабдол, біздің мен қатарыма қош келдің, әкелері қатарына. Мен саған бәрін түсіндіріп жатармын, сосын десің. Чопа-чом паперсті қайдан алу керек. Қуаныштымын сен үшін. Қызың бауы берік болсын, ғұмырлы болсын, бақытты болсын, дені сау болсын. Бар жақсылық тілеймін, артынан іні бауырлары еріп жүре берсін. Ал, құрметті ағайын, бүгін бізде пополнение біздің досымыз Қабдол Тілековпен және біздің Айгерім Аяштың бүгін қызды болуы, қызын шығарып алайын деп жатыр. Бәріміздің қызымыз. Құтты болсын, бауы берік болсын, Алла қаласа ұзақ ғұмыр кешсін, және де артынан іні сіңілері көбейе берсін. I love you, құтты болсын. Ал ағам, бүгінгі қызыңыздың бауы берік болсын, бүгін роддомда шығарып жатырық. Біздің семьядағы бірінші немере дегенде менің аға болдым, короче. Біреуге аға деп жүреді, мен де өзім аға болдым. Өсіп кетсін, аман болсын, біздің алдымызда ойнап күліп жүре берсін. I love you. Өте қуаныштымыз, бүгін дүниеге немереміз келіп жатыр. Енді дені сау болсын. Үлкен азаматша болып өсіп кетсін енді. Біздер өте қобалжып тұрық, айтуға сөз таба алмай тұрық. Бақытты болсын балдарым. Сол балдарымның аман жүрсін. Ата-ана баласымен бақытты дейді ғой. Солардың бақытын көрейік, жақсылықтарын көрейік, қуаныштарын көрейік. Ал бүгінгі келіп жатқан немереміздің бауы берік болсын, қуаныштымыз. Дені сау болып, ауырмай өсіп кетсін. Біздер өте қуаныштымыз. Бүгінгі дүние есігін ашып жатырған қызымыздың бауы берік болсын, ұйқысы тыныш болсын, папа мамасы аман болсын. Қабдол мен Айгерімді шын жүректен құттықтаймыз. Көп кішкентай адам, осы біздің ғалам. Жолығады жолда жақсы менен жаман. Жердің бар бақытын тілеп тұрмын саған. Өміріме ауам, жан жарама давам. Сәлем, сәлем саған, осы біздің ғалам. Сені атанай шексіз армандаған. Қош келдің өмірге, кішкентай адам. Байқамай қалдым. Фото. Мейірімді айтамын. Фото.
бастысы әрине сәби дүниеге келген кезде жақсы есім қою керек. Әкенің парызы. Одан кейін азан шақырып. Азан шақырғаннан кейін не істеу керек? Шағы кішкентай баланың шашын алу керек дейді. Мұстахаб амалдар 7 күннің ішінде дейді. Болмаса 10 күннің ішінде дейін шашын алып, сол шаштың өлшеп, соның салмағындай садақа беру керек. Күмістен, алтыннан. Енді бізде қазақ дәстүрде не дейді? 40-ына толғаннан кейін, 40-ы болғаннан кейін шашын алып жатады. Дұрыс қой, Бұл енді мұстахаб сүннет амалдар, жақсы амалдар. Не үшін? Өйткені баланың бас амандығы үшін шашты алып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Шашын алыңдар, және оны өлшеп, соның құнындай садақа беріңдер деген. Біз бұл баланы қалай не істейміз? Қорғаштаймыз Алланың есімімен дұға, садақа беру арқылы. Ендігі мәселе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең дүниеге бала туылған кезде дейді, емізбей тұрып, оған құрманы дейді, чайнап таңдайына жаққан дейді. Болмаса бал берген дейді. Көрдіңіздер ме? Не үшін? Өйткені құрмада не бар? Дәрумендер бар, витаминдер бар. Ал құрманың витаминдері өте көп, соншалықты баланың таңдайына жаққан кезде дейді, балаға иммунитет пайда болады дейді. Осындай амалдары бар сүннет. Енді ең бірінші не үшін азан шақырып ат қояды? Азан шақырып ат қоюдағы мақсат баланы дейді, яғни жынның немесе аурудың кесірінен сақтайды екен. Содан кейінгі мақсат баланың өне бойына дейді, имандылықты біз кішкентай кезінен сіңдіреді екенбіз. Не істейміз? Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху ұлық, Аллаху ұлық. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммаду расулуллах. Не істейміз? Аллаға бар екенін, жалғыз екеніне куәлік етеміз. Пайғамбар саллаллаху оның елшісі екеніне куәлік етеміз. Және ла илаха иллаллах Мұхаммаду расулуллах. Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп. Осы азан шақырып ат қою, қай жерде азан шақырылған болса, ол жерде жақсылық, береке болады, шайтан болмайды. Онда бисмилля, бастайық. Кішкентай сәбиіміздің атын қоюға рұқсат етіңіздер. Иншалла азан айтып, оң құлағына дінін, пайғамбарын, ислам, Құранын, кітабын бәрін айтатын боламыз. Және сол құлағына не істейміз? Қамат түсіріп, тағы да әкесі мен шешесінің атын атайтын боламыз. Ал онда бисмилля бастайық. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Хайя аля салам, хайя аля салам, хайя аля фалах, хайя аля фалах. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Сенің атың Рухия, сенің атың Рухия, сенің атың Рухия. Раббың Алла, дінің Ислам, пайғамбарың Мұхаммед, кітабың Құран. Енді сол. Бер қарайсың кішкене. قامت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Senin atın Ruqya, senin atın Ruqya, senin atın Ruqya, senin әкеңнің аты Қабдол, senin ananның аты Әйгерім. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed.
Я Раббана Карим, сенен ғана сұраймыз, саған ғана жалбарынамыз. Осы кішкентай нәрестеміздің ғұмырын ұзақ еткейсін, атын құтты берекелі еткейсін. Я Раббана Карим, осы жерде қол жайып дұға тілектесін, еттесіп отқан баршаңыздың дұғаңызды қабыл еткей. Аллахым неше түрлі бәледен, жаладан, ауру сырқаудан, өтірік өсектен, көз тілден, шайтанның уәсуасынан, дүниенің фитнесінен Аллах тағала өзі сақтағай. Тіл дегеннің тілінен, көз дегеннің көзінен, көре алмаушылардың сөздерінен сақтағай Аллахым. Я Раббана Карим, елім деп еңірейтін, жерім деп күңірейтін азаматшалардың қатарынан болуды Аллах тағала өзі нәсіп еткей. Дені сау, берекетті, жаны ғұмыры ұзақ болуын Аллах тағала нәсіп еткей. Аллахумма Раббана атина фид дуния хасана, ва фил ахирати хасана, ва қина азабан нар. Аллахумма салли ала сейдина Мухаммад, ва ала али сейдина Мухаммад, би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Қош келдің өмірге, кішкентай адам, кішкентай адам. Қош келдің өмірге, кішкентай адам, кішкентай адам.